Шыны керек хабардағы ең осы кеше хабар өзінің 20 жылын атап өтті, барлықтарыңыз көрген шығарсыздар. Сол хабардағы ең жас бөлім, қарамамызда бір 8-10 адам бар. Немен айналысады деген кезде негізі біздің бөлімнен телевидениеге ешқандай қатысы жоқ. Және бүкіл қазнет дейміз, қазақ тілді интернетті былайша айтқан кезде қалай айтсақ болады енді. Дөрекі түрде айтқан кезде бақылауға, кім не жазып жатыр, кімнің посты неге көп лайк басылады, неге бір ана бір қыздың постынан неге аз лайк басылады деген сияқты. Яғни қоғамдағы тенденцияларға әлеуметтік желі қалай әсер етеді, соның әсерін біз былайша айтқан кезде зерттейміз, ақпар жинаймыз, ақпар жібереміз деген сияқты ғой. Одан бөлек енді мені көбіне жақсы кезет сайтының бас редактор ретінде де біледі, блогер ретінде біледі. Мен енді 5 жылдан бері блог жүргізіп келе жатырмын. Өркен өрнегі деген блогым болған, осы жерде біраз танысты адамдар отыр. Ол блог қазір шыны керек өліп қалды. Бірақ оның орнына ізбасарлар бар, YouVision'де бар, орыс тіліндегі блогым Gonzo'да бар, коммерциялық блогым YouVision'де деген сияқты. Өзімде қазір түсінбей кеттім қай жерде блог жүргізіп жатқанымда. Бірақ менің ойымша қазір енді әлеуметтік желінің белсенділер арасында бір пікір қайшылықтар бар. Блогер деп кімді санауымыз керек дегенде екі лагерь бар өзі. Мысалы Асхат Еркінбай, Бақытжан Бұхарбай, кімді айтсақ болады? Яков Федоров сияқты мысалы менің достарым айтады, блогер деген ол міндетті түрде бір блог тұғырнамада айталық, бір керек инфо ма айта бер ма білмедім, бір жайсам ба, жоқ Гонзо ма, Хордми ма, әйтеуір бір блог тұғырда хотя бы істемей тұрса да блогы бар адамды блогер деп атау керек дейді да. Ал менің пікірімше, және Қанат Өсіпбай деген сияқты енді бір әзірге азбыз, әлеуметтік желіде өзінің аккаунты бар, белгілі бір дәрежеде оқырманы бар, белгілі бір тақырыптар аясында жазатын, тұрақты жазатын, жай жазатын емес, тұрақты жазатын мен мысалы блогер деп санаймын да уже. Өйткені әлеуметтік желі, яғни біз айтып отырған Facebook болсын, Instagram болсын, ВКонтакте болсын, баяғы блогтың арасындағы айырмашылық уже өтті қалмай баратыр, айырмашылық қалмай баратыр. Бір ғана айырмашылық қалды қазір. Блогта жазбалар хронология бойынша түседі мысалы. Бүгін жазба салдыңыз, мысалы, пәленше Рикста семинар өткіздім. Одан кейін ерте мысалы Таразға барам, арғы күні Астана қайттым. Пәленше күні мысалы Мекемтас Мырзахметовтің кездесмек сияқты жазбалар хронологиялық датасымен тұрады да. Және сол бойынша сіз тауып аласыз, блогтың ішінде ішкі поиск бар да, ішкі іздеу жүйесі бар. Ал Facebook'та мысалы сіз өзіңіздің мысалы айталық 2 ай бұрынғы жазбаңызды қалай табасыз? Facebook'тың ішінде ішкі поискі жоқ, іздеуі жоқ. А Google'мен табу өте қиын. Индексацияны былтырдан бастап қоя бастады, бірақ оған дейінгі сіздің жазбаларыңыз жоқ. Яғни сіз жазып атсыз, қандай ойытып отыр, бірақ оның бәрі құмға сіңген су сияқты кетіп жатыр. Құдай біледі, және Цукерберг біледі да. Яғни блогтың қазір отырып тұрған мәселесі осы хронология және индексация мәселесі. Ал қалған ықпалылығы жағынан, шейринг жағынан, жұртқа жаңағы қаралу жағынан блогтан әлеуметтік желі асып кетті да. Сондықтан да мен үшін әлеуметтік желінің белсенді қолданушысы да не блогеріне екеуінің ешқандай айырмашылығы қалмай тұр да. Енді мен енді сәл қысқаша өзіме тоқталып кетейін. Мен өзі Тараздың тумасымын. Бұйырса 2-3 күнде 30-ға толамын деген сияқты. Жамбыл Тараз газетінен бастадым. Құралай Ахмет әпкемен бірге. Шамасы бүгін ғана біліп жатырмыз. 2007 жылы қазан айында бірге жұмыс істеген екенбіз, бірақ білмейміз. Бүгін ғана есімізге түсіріп жатырық. Я, сіз жүредіңіз ғой, я, сен де жүредің ғой деген сияқты. Содан Арай деген газетке ауыстым, жастар газетіне. Одан кейін мына бүгінгі семинардың болу себебі бір қызық хикаясы бар. Былтыр Берік Уәли деген кісі осы жерде білесіздер, бастық болып тұрған кезде Дәурен Қуат Жас Қазақ газетінің бас редакторы, бұрынғы Абай газет сайтының қазіргі бас редакторы, сол екеуімізді шақырған, бірақ мен ол кезде Украинаға кететін болдым да срочно. Майдан 1 жылдығын түсіруге байланысты. Сөйтіп мен келемей қалдым да, сіздерге шамасы Дәурен Қуат келді, жалғыз өзі болды айдым. Сөйтіп Берік Уәли аға маған шыны керек былайша айтқан кезде қарыз болып қалған. Сонымен бір апта бұрын звондайды, ал қарызымды өтейін, берсе уәдемді орындаймын деген сияқты. Сөйтіп осы жерге келу тарихым сондай. Енді содан сол Дәурен Қуат ағаның қарамағында істедім 2009 жылы. Жас Қазақ газетінің шеф-редакторы, жауапты хатшысы болдым. Одан кейін Даламен қалада болдым, ол кезде жабылып қалды. Қайттан Жас Қазаққа бардым. Халық сөз деген газет ашылды, оны шымкенттіктер басқарған, бірақ ол да жабылып қалды. Өзі мен барған жердің бәрі жабылып жатыр. Бірақ ол не ғой, газет та қазір. Газет
мисалы Дала мен Кала газети Нур Отандын карамагында болсо да жабылды да. Мисалы мен шын айтайын, осы кезге чейин Хабар менин 10-чы жумуш орнум тек журналистикада. Сонун ичиндеги айлыгы эң жакшысы мисалы Дала менен Кала этин да. Тіпті Нұр Отан партия мүшелерінің арасында енді айта беруге болатын шығар, енді мысалы жасырын разнарядкада болды, 10% мүшелері кемінде Дала мен Кала жазылсын, яғни подписка қамтамасыз етілген болатын, айлығы беріп тұрған, бірақ соның өзіне жабылды да. Халық сөзі мысалы Қуат Өспей басқарды, Қанат Өспейдің жақсы несі нейминг болды, жақсы халықтың арасына тарады, парламент депутаттарынан бастап осы Шымкенттің азаматтарының ішін бәрі оқыды енді. Бірақ жеке газет, ол да жабылды. Яғни қазір журналистикада негізі шын айту керек дағдарыс бар да. Телевизияда да болсын, осыдан 10 жыл бұрынғы демократия жоқ. Газеттер болсын, қазір не жазарын білмей жатыр. Алаш газет жабылды. Қазір сайты бар, бірақ не жазарын білмей жатыр да. Халықты немен алдырын, тоқалдарды айтамыз ба, ашан туралы жазамыз ба, не қызық өзі халыққа білмей жатыр да. Бәрі Фейсбукта жазып жатыр, Фейсбук қызып болып кетті да. Сондықтан да дәл қазіргі уақытта әлеуметтік желі деген қоғамның барометрі дейміз ғой енді. Бүкіл біздің жұмысымызда сол үшін әлеуметтік желіге бағытталғанда, әлеуметтік желіде кім не жазып отыр, соның артынан кім еріп жатыр, соның ойына, пікіріне кім ілесіп, жақсы адамнан жаман адамға немесе жаман адам жақсы адамға түзеліп жатыр, бақылау оңай да. Соған байланысты енді бір презентациямызды бастап, өйткені біздің бағдарламамыз өте қалай айтсақ болады, сжатый, тығыз, ортасында кофе брейк дей ма? Қазір көреміз. Ох, мынау қандай екен ол. Көрейік. Мына презентация неге қате? Әлі үме ТТК желілердегі түсінікті ғой, әлеуметтік желілердегі селф-брендингіне жазғаным. Бірақ неге мен сіздерге осы семинарға Шымкентке сонша дайындалған кезде қате әкеп тұрмын? Бір версия бар ма?